Саламатсыздар ма? Бүгінгі YouTube каналымызда салмақ жоғалтуға арналған қарапайым 14 кеңеспен бөлісетін боламын. Ең бірінші кеңес: қантты сусындардан аулақ болыңыз, өйткені олар салмақ қосуға ықпал етеді. Екінші, майды жағуды жақсартатын антиоксиданттарға бай жасыл шай ішіңіз. Үшінші кеңес: миыңызға тамақ ішіп болғаныңызды білдіру үшін тістеріңізді жиі тазалаңыз. Төртінші кеңес: көбірек күліңіз, өйткені ол калорияларды жағады және іш бұлшықеттерден тартады. Бесінші кеңес: майды жағу процесін тездету үшін көбірек су ішіңіз. Алтыншы кеңес: күніне 2-5 минутта қарқынды жаттығуларды қамтитын 2,5 минуттық жаттығу жасаңыз. Сегізінші кеңес: ұйқыны жақсарту үшін ұйықтар алдында электронды дисплейлерден ашық көк шамды өшіріңіз. Тоғызыншы кеңес: калорияларды санауды тоқтатып, жейтін тағамның сапасына назар аударыңыз. Оныншы кеңес: қоңыр майға әсер ету және ақ майды жағу үшін жатын бөлмеңізге салқын ауа жіберіңіз. 11-ші кеңес: күндізгі ұйқыдан аулақ болыңыз, себебі бұл зат алмасуды нашарлатуы мүмкін. 12-ші кеңес: құмарлықтарды қанағаттандыру және мотивацияны сақтау үшін аптасына 1 рет болсын алдамшы тамақ ішіп жүріңіз. 13-ші кеңес: стресстен арылыңыз, өйткені ол зат алмасуды бәсеңдетеді және салмақ қосуға келеді. 14-ші кеңес: көп ұйықтаңыз, өйткені ұйқының жеткіліксіздігі салмақ қосу мен семіздікке байланысты. Арнаға тіркеліп, егер ұнаған болса лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісіп кетіңіз. Каналдың дамуына үлес қосыңыз. Рахмет.